Толымбек Абдырайым, бір үзім нан. 5 қабатты тұрғын үйдің подъездінен шыққан кішкентай қыз оң қолындағы қаудырлық жұқа домбыраны әрең көтеріп, қоқыс жәшігіне әкелді де аудара салды. Жапырақтай кесілген, жартылай желінген аппақ нандар. Құтақандай қыз артына да қарамастан қайыра үйіне жүгіре жөнелді. Бұны көзі шалып қалған Ғаббас қария, «Әй, балам-ау, обал емес пе?» дегенше, әлгіндегі қыз подъезд есігіне зып бере кіріп кетті. Нұржан мектептен қайтып келе жатқан. Көрші қарияның ашуланып, басын шайқап отырғанын көріп кідірді. «Ата, кімге ренжіп отырсыз?» деді сәлемдескен соң. «Әй, балам-ай, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Сонау сұрапыл ұлы отан соғысы жылдары біз 9-10 жастағы қара сирақ бала едік. Ер азамат жаппай майданға алынды да, елде кемпір-шал, әйелдер мен балалар қалды. Беліміз қайысып жұмысқа жегілдік. Күні бойы шөп шауып, кешқұрым ұшып жығылып қосқа әрең жетемізде, сулы сылпың қара көжені іше салысымен төсекке құлаймыз. Таңғы ұйқы қандай тәтті. Оң қолы шолақ бригадир Қисметтің айқайынан атып тұрамыз. Кішкене жата тұрайын десең бітті, Қисекеңнің 6 өрім қамшысы жоныңнан таспа тілер. Бір рет қасындағы медет оянбай қалып, бригадирдің қамшысының астында қалғаны. Ой, сондағы медеттің шырқырып жылағаны ойымнан шығар емес. Әлі көз алдымда. Бала деп аяу, мүскіреу болмайтын бригадирде. Сұм соғыс тезірек бітсе екен, ағаларымыз бен әкелеріміз елге тезірек оралса деп тілейміз. Сонда қарнымыз тойып, тамақта ішпейміз. Нанды мөлшерлеп береді. Жегіміз кеп, тәбетіміз тартып тұрғанымен сұрамаймыз. Қазірше нанды қадірлемейміз. Қатып қалса қоқыс жәшігіне әкеп тастаймыз. Ысырапқа жол беріп, аяқ асты етеміз. Олай жасауға болмайды. Бір үзім нанның қадір қасиетін білген жөн. Обал, сауап деген қайда? Нұржан қарияның әңгімесін үн-түнсіз тыңдады.